Адам ағзасы химиялық элементтерден тұрады. Элементтер макро және микро болып бөлінеді. Макроэлементтер ағзада көп мөлшерде болады. Оларға оттек, көміртек, сутек және азот жатады. Кальций сүйектер мен тістердің беріктігін қамтамасыз етеді. Кальций жеткілікті болса, сүйек мықты болады. Темір қан құрамында болады. Ол оттекті бүкіл ағзаға тасымалдайды. Темір жетіспесе, әлсіздік пайда болады. Калий мен натрий жүйке және бұлшықет жұмысына қажет. Бұл элементтер ағза тепе-теңдігін сақтайды. Йод қалқанша безінің жұмысына қатысады. Ол зат алмасу үдерісін реттейді. Йод жеткілікті болу өте маңызды. Мырыш пен мыс микроэлементтер. Олар ми қызметіне және иммунитетке әсер етеді. Аз мөлшерде болса да маңызы зор. Селен ағзаны қорғайды. Ол иммундық жүйені қолдайды. Ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. Барлық макро және микроэлементтер бірлесіп жұмыс істейді. Олар ағзаның дұрыс дамуын қамтамасыз етеді. Теңгерімді тағам денсаулық кепілі. Деніміз сау болса, өміріміз де сапалы болады.